Қайырлы күн достар. Бүгін біз ETSP-ны онлайн ашуды үйренеміз. Получение ETSP удалено ең бірінші беттен таңдаймыз. Және онлайн сұрауды басамыз. Ашылғанда физлицоны таңдаймыз, иін тереміз. ETSP керек адамның. Отправить запрос деп жүрсек, удостоверение личности таңдаймыз. Және осы жерге егофқа тіркелген номерімізді жазамыз. Ол жерге код келеді. Сол кодты теріп, тергеннен кейін біз компьютердің бетінде не шығады? Камера шығады. Камераны отключить етіп тастауға болады. Егер онлайн алатын болса, отключить етіп тастап, біз клиентке QR кодты жібере аламыз. Қазір код келді. Енді мына QR кодты біз телефонның бірінші бетіндегі Google-дың камерасын басамыз. Және осы QR-ға апарған кезде осылай не ашылады, ссылка ашылады. Оны біз клиентке жіберсек, через WhatsApp ол клиент ол ссылканы ашып, видеопроверкаден өтеді. Қазір мен өзіме жасап жатырмын. Через WhatsApp жіберемін де, соны ссылканы ашып, видеопроверкаден өтемін. Не? Ал компьютерде осындай бет шығады. Разрешитті басамыз. Ары қарай сол алдын ала дайындап ашып қойған папкаге, компьютерге сақтап аламыз. Сонымен біздің ETSP ключіміз дайын болады. Оны клиентке онлайн ашсаңыз, через WhatsApp жіберуге болады. Мен видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, және арнама тіркелуді ұмытпаймыз. Достар, рахмет.